Бүгін сіздермен етті бәлішті дайындайтын боламын. Бұл рецепті мен бұрыннан бері қолданып келемін. Бұның рецебі өте жұмсақ және қатпарлы болып келеді. Алдымен жұмыртқамызға тұзымызды және де қаймағымызды салып, ерітілген сары майымызды құйып, араластырып аламыз. Енді ұнымызды елегіштен өткізіп, қамыр қопсықышпен араластырамыз. Одан кейін жұмыртқалы массамызға жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз қолға жабысқыш болып шығады, оны көп илей берудің қажеті жоқ. Оны біз қазір жарты сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз. Жарты сағатқа. Содан кейін барып алатын боламыз. Дайын болған қамырымызға азғантай ұн сеуіп, оқтаумен жазып алатын боламыз. Қамырын жазып болғаннан кейін салмасын салатын боламыз. Салмасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша фарш, капуста немесе тауық етінен жасай берсеңіздер болады. Картошка, асқабақ, жуа және де өздеріңіздің дәм талғауларыңызға байланысты тұз бұрышын салып, араластырып, салмасын жасайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей бәліштің формасын жасап, бір жұмыртқаны шайқап, бетіне жағатын боламыз. Пешімізді 180 градуста 50-55 минуттай пісіріп аламыз. Біздің бәлішіміз дайын болды. Ол өте дәмді, қатпарлы және де жұмсақ болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнайды. Бұны бұрыннан бері жасап келе жатырмын. Және де қаймақпен ол өте үйлесімді болады. Астарыңыз дәмді болсын.